Ажырасудың алдын алуға бола ма деген бір сұрақтарды комменттер арасынан көзім шалып қалды. Бір енді алақанымды сықылап бір ақыл айтып жібергім келіп тұр. Егер қарсы болмасаңыздар, жалпы үйде бір келіспеушілік бола қалған жағдайда жұбайлардың өздерін бір комиссар Катани мекенін, әлде бір мисс Марпл мекенін сезініп кете ме екен. Әйтеуір бір бұлтартпас фактілер айтып, кәнігі ізкесушілердей айғақтар ойлап тауып, бірін-бірі кінәлап отырып алатыны бар. Сіздердің бір айғай-ұйғайларыңызды естіген көршілеріңізде бір криминал киноның немесе бір жаңағы спруттың соңын тосқандай кульминация күтіп, демін ішіне тартып отырған болуы да әбден мүмкін. Әзілді аптастап айтатын болсақ, біреуің бейім тұрғанда екіншің кейін тұрыр дейтін еді ғой ауылдағы көнені көрген әжелеріміз. Яғни ер адам әлденеге ашулана қалса, бір әйелі оған қоса қозып, отқа май құймас екен. Ер адам ашуланғанда, өйткені ешқандай ақпарат та ақылды қабылдамайды. Бетіне қарсы кеп шапылдағанды одан бетер жүдә жек көреді. Ашуы тарқап, аптығы басылғанын күте салатын бір әдепті әйел бола салсаңызшы. Керісінше әйеліңіз енді бірдеңеге шала бүлініп жатқанда, күйеуі сізде бір соғысқа дайындалғандай сауыт сайманыңызды киіп келіге кетпесеңіз екен. Үндемеген үйдей пәледен құтылады дейді ғой. Ендеше бір жұбайыңызбен ұрыса кетпей, үндемей қалуыңыздың өзі үйіңізді сақтап қалудың бір жолы шығар деп ойлаймын. Кейін шаң сейілгеннен кейін, ашу басылғаннан кейін жұбайыңызбен әжік-жүк әңгімелесе жатарсыздар. Сонымен өзде бір хэппи энд болатын шығар.